6 сабақ. Қажымұқан Мұңайтпасов. Алан, не оқып отырсың? Атақты тұлғалар жайлы оқып отырмын. Танымал ақын, ғалым, жазушыларды ғана атақты тұлға дейміз ғой. Жоқ, Дана, спортшы, ұшқыш, әртіс, ұстаздар арасында да атақты тұлғалар бар. Солай ма? Бұл суретте қандай тұлға бейнеленген? Бұл суреттегі қазақ халқының атақты балуаны Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Балуан деген батыр ма сонда? Балуан күреседі. Дұрыс айтасың, Дана. Қажымұқан күрестен қазақ елін әлемге танытқан атақты батыр. Сәлем, Зият. Қажымұқан ата туралы айтып берші. Сәлем, достар. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының атақты балуаны, әлем чемпионы. Қажымұқан 16 жасынан күреске қатысқан. Оның денесі ірі, күші көп және қолдары ұзын болған. Ол кәсіпқой күресті Ресейде бастаған. Еуропа, Африка, Америка, Азия елдерінде күрескен алғашқы қазақ спортшысы. Қажымұқан 28 мемлекетте күресіп, 56 медаль жеңіп алған. Қазір Қажымұқан атамыз сияқты балуандар бар ма? Әрине бар. Әлемге атақты балуан Жақсылық Үшкемпіров. Ол күрестен олимпиада чемпионы. Бүгінде ол балуандарды дайындап жүрген жаттықтырушы. Күрестің түрлері өте көп. Қазақша күрес, грек-рим күресі, дзюдо, самбо. Балуан болу үшін не істеу керек? Болашақ балуандарға айтарым, жігерлі бол, қиын қимыл қозғалыстарды орында. Қайсар бол, қимылдарыңды алдын ала ойлан, оны бар күшіңмен орында. Спортпен шұғылданып, денеңді шынықтыр. Күресте жығылсаң, жылама, ренжіме. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақтың тұңғыш балуаны. Әлемнің бірнеше мемлекетінде болды. Жарыстарда 48 медаль жеңіп алды. Қажымұқан циркте өнер көрсетіп, ақша тапқан. Бірақ тапқан ақшасын қайырымдылыққа беріп отырған. Бұл жерде балуан Қажымұқан Мұңайтпасов тұрады. Ол Қазақстанның Ақмола облысында 1871 жылы дүниеге келген. Бала 17 жасқа толғанда бүкіл облыс оны өз ауылында талай жеңісті бағындырған, мықты палуан ретінде білген. Мың 1901 жылы Омбы қаласында француз күресі бойынша чемпионат өтті. Қажымұқан оған қатысуға бел буады. Ол ең мықты қатысушы палуан Андрей Злобинмен күресуге келіседі. Злобин Қажымұқанға күресті өз мамандығы ретінде таңдауға кеңес береді. Злобиннің кеңесін тыңдап, Қажымұқан Санкт-Петербург қаласына оқуға келеді. Бұл жерде ол әйгілі Иван Лебедевтің күрес мектебіне қабылданады. 1905 жылы Қажымұқан алғашқы ірі жеңісіне қол жеткізеді. Ол джиу-джитсу күресінде сынға түсіп, алтын медаль иемденеді және Манчжурия чемпионы атағын алады. Манчжурия Қытайдағы облыс. Қажымұқан француз күресі бойынша әлем чемпионы атанған алғашқы қазақ. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемнің 54 елінде өнер көрсетіп, 48 медаль иемденеді. Күрестен тұңғыш әлем чемпионы атанған бірінші қазақ Қажымұқан Мұңайтпасовқа қазақ халқының батыры құрметті атағы берілді. Біз өз жерлесіміздің жеңісін мақтан тұтамыз. Бұл жерде балуан Қажымұқан Мұңайтпасов тұрады.
Ол Қазақстанның Ақмола облысында 1871 жылы дүниеге келген. Бала 17 жасқа толғанда бүкіл облыс оны өз ауылында талай жеңісті бағындырған мықты палуан ретінде білген. Мың 1901 жылы Омбы қаласында француз күресі бойынша чемпионат өтті. Қажымұқан оған қатысуға бел буады. Ол ең мықты қатысушы палуан Андрей Злобинмен күресуге келіседі. Злобин Қажымұқанға күресті өз мамандығы ретінде таңдауға кеңес береді. Злобиннің кеңесін тыңдап, Қажымұқан Санкт-Петербург қаласына оқуға келеді. Бұл жерде ол әйгілі Иван Лебедевтің күрес мектебіне қабылданады. 1905 жылы Қажымұқан алғашқы ірі жеңісіне қол жеткізеді. Ол джиу-джитсу күресінде сынға түсіп, алтын медаль иемденеді және Манчжурия чемпионы атағын алады. Манчжурия Қытайдағы облыс. Қажымұқан француз күресі бойынша әлем чемпионы атанған алғашқы қазақ. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемнің 54 елінде өнер көрсетіп, 48 медаль иемденеді. Күрестен тұңғыш әлем чемпионы атанған бірінші қазақ Қажымұқан Мұңайтпасовқа қазақ халқының батыры құрметті атағы берілді. Біз өз жерлесіміздің жеңісін мақтан тұтамыз.